Күндердің бір күні болады, Айтолды уәзірге патша өзінің жарлығын шашып, көптеген жұмыстар тапсырады. Оны кеп үнемі сарайға кіріп баяндайды. Өзінің отыратын жері болады ханның, хан тақта отырады да, бағанағы не алады, елдің жағдайын баяндап береді. Бір күні хан шақырып жатыр деген хабар түседі. Айтолды келіп сарайға кіреді, амандасқаннан кейін бағанағы не бойынша төмен қарап тұр, бірақ қолында үлкен доп екен. Айтолдың қолында доп. Хан бүйтіп қарайды да үндемейді. 10 ғасырда отқан әңгіме ғой бұл. Иә. Содан кейін отыр дейді, өзінің отыратын орнына отырмай, тура сол жерде допты қояды да. Доптың үстіне отырып бүйтіп қозғалды. Залдан сұрақ қоятындар бар ма аға? Батырларды айтып жатсыз, Бауыржан Момышұлы батырды айтып жатсыз, Жәнібек батырды айтып жатсыз. Қазіргі бейбіт елде қай батырды айтасыз? Атап айтуға бар. Қазірде мысалы мен батырмын деп ешкім айта алмайды, бірақ оның кейіндеп бағасын береді. Жалпы айтқанда халық батыр көп қазір. Небір адамдар айтуға болады, атын атап түсіністеп, бірақ жалпы айтқанда бүгінгі нағыз батырлар еліне жеріне жаны ашып жүрген азаматтар. Осы тәуелсіздігіміздің жоғын жоқтап, тәуелсіздігіміз үшін күндіз күлкіден түнде ұйықтамай уайымдап жүрген азаматтар көп мысалы. Соның өзі батырлық. Мысалы телеарна, асыл-арнаның өзі осылай біздің дәстүрімізді, дінімізді жеткізіп отқан, бұның өзі батырлық. Сондықтан әркім өзінің қолынан келетін нәрсені істеп, соны шама жеткенше қоғамға еңбегін сіңірсе, сол батырлық. Батырлық деген қолынан найза алып жауға шабу емес. Батырлық дегеніміз сіздің қасыңыздағы досыңыз темекісін қойдырып, бағана айтқандай спортшылық алып беріңіз, сол батырлық. Ата-анаңызды сыйлап құрметтеңіз, алдынан қарсы шықпаңыз, ол батырлық. Сабағыңызды жақсы оқып, осы жаңағы өзіңіздің оқу орныңызда мықты экономист маман болып шығыңыз, ол батырлық. Қазір бой жарыстыратын заман емес, ой жарыстыратын заман. Сол соғыста Абылай ханның Ақбоз атын ұстап алып мініп, өзі жаңа қалмақпен қырғын соғыста қалмақтың екі бірдей түмен басының басын кесіп алады. Түмен басы деген ойлаңыздар. Қанша әскер түмен деген? Бір түмен 10.000 әскер. Ал 10.000 әскерге ие болу үшін масқара болған. Қызым мынау қазақтың жері ма деген екен. Я ақсақал, қазақтың жері, аман-есен қош келдіңіздер. Қызым мынау қазақтың жері ма деген екен. Я ата, қазақтың жері қойды. Үшінші мәрде, қызым мынау қазақтың жері ма? Я ата, мынау қазақтың жері дегенде жерден бұрыс топырақтап. Деп жұтып жіберген екен. Жұдырығын түйші дейді, жұдырығын түйдім бұлай. Ұстап тұрып, пақ-пақ дейді. Ардақ шырағым дейді, білесің ба дейді. Мына жұдырық дейді, бұл сенің жұдырығың емес дейді. Мына жұдырық қазақтың жұдырығы дейді. Егер мына жұдырық мұқалса, қазақтың жұдырығы ар намысы мұқалды деген сөз. Бокстан әлем чемпионы Майк Тайсонның айтқан сөзі бар. Кім-кім UFC'ді қарамаса, ол нағыз жігіт емес деген сөзі бар. Глава Минздрава. Жоқ, мен қазір ғана келдім ғой, кеше ғана келдім. Оны қоймай қойшы онда. Сізді де көреді екенбіз ғой. Сұрақ ретінде қаңтарда оқ атқан және оқ атуға бұйрық берген азаматтарды, билік өкілдерін жауапқа тартуды талап етесіздер ме? Аман болыңыздар. Алла тағала елге тыныштық берсін. Күшті бойларым болған. Сол кейін мен сұратқан кезде телевидение жанып кеткен ғой. Ойлаңызшы, жаңағы бүкіл архив жанып кеткен екен да. Сөйтіп мен өзімнің күшті бойларын ала алмай қалдым. Таңертең 2 сағат күресем, кешке 2 сағат күресем. Күмішінде бір оятып жіберсе, тұра салып элитаны тартатын оқып бар менде. Кез келген ешкім шыға алмайды. Сөйтіп 5 минуттан 5 раунд төбелестік. Енді өмірімде ондай қиын жекпе-жек болған жоқ. Ағай мені 3-ші раундта шапалақпен шарт еткізіп бір ұрды. Қазір дұрыстап төбелеспесем тоқтатамын дейді. Ағай тоқтатпайсыз, болмайды. До конца деп ағайға жынданам жан. Жіберіңіз ағай деп. Деп, иә. Тоқтатайын да орамал лақтырамын дейді. Шамам жетпейді. Неге? Өйткені урам көзім дұрыс көрмейді, бұлдыр етіп. Міне Алла тағала куә, оған ешқандай алдап тұрғаны жоқ. Аяғым дұрыс емес. Анау келеді да, кіреді да, қадайды. Бірден келіп шығам, қайтадан қадайды. Урам, қазір құлайды деп қолыма сеніп жүрмін. Тіземен тебем деймін, жоқ. 25 минут зыр етіп өтіп кеткен сияқты болды ғой. Бойдан кейін жатып алып әйтеуір қатты өкіндім. Жеңіс қолдан кетті. Бір кез салмаққа түстім, 76 болды. Давай 80-ге шығасың деді.
Мен 70-ке шығамын ойдан. Жоқ, 80-де 70 адам толық. Венер Галиев шығайын деп отыр 70-де. Венер ол кезде ұлт тұрған кезде, сол чемпион болады сол кезде. 80-ге шығарып жіберді мені. Содан қонақ үйге келді, қонақ үйде түнімен ұйықтамаймын ғой. Өзімнің ауырғаным бар, жарысқа шыққаным бар, аяғымды ауыртып алғаным бар, бір апталық қана жаттығуым бар. Бірақ бір шетінен жүрегім қуанып тұр, ертең жарысқа шығамын. Бір шетінен уайым, ана жігіттер мені ертең өлтіреді ғой, не болды, қайда келдім мен? Түнімен Алла тағала маған көмектес, ойбай, мен жәрдем бер маған деп жаңағы 3 бой жасау керек. Бір күнде ойлаңыз. Енді өзіңіздің жекпе-жектеріңізге тоқталсақ, мына халық сіздің жекпе-жектеріңізді сағынып жүрген жоқ па? Енді мен ең соңғы жекпе-жегімді 2011 жылы Лас-Вегас қаласында өткізгем. Нокаутпен жеңіске жеттім. Жаңа Қазақстан құрамасы мен Мексика құрамасы 5-ке шыққан болатынбыз. Құдай тілеуімізді беріп 5-0 есебімен жеңдік сол жерде. Сол жерде мен ең соңғы жекпе-жегімді өткіздім. Одан кейін 2 жылға тай уақыт болды. 2001-дің аяғында желтоқсан айында 23-інде ең бірінші Астана қаласында мына Ерік Асенов ағамыз бастаған панкратион жарысы болды, Евразия біріншілігі. Оған дейін мен рукопашныйдан шыққам, күрескем, jiu-jitsuдан Қазақстан чемпионымын, халықаралық жарыстарға шыққам. Әлем чемпионатына 2 рет бара алмай қалғам, ақшам жоқ, демеуші жоқ. Әртүрлі диагноз қояды, енді рак дегенге дейін болған негізінде. Енді мен оны осы уақытқа дейін телеарнадан айтқаным жоқ. Жазылмай қатты ауырып, ешкім көмектесе алмай, сөйтіп Алла тағала өзі жәрдем берген маған. Сөйтіп 2004-те қайтадан келем, 20 күндік жаттығудан кейін Питерге барам ғой, жаңа Санкт-Петербургқа. Бұрынғы жүрегім бұрынғы, миым бұрынғы, бірақ денем тыңдамайды. Қозғаламаймын дұрыс. Бір жарым қозғаламыз. Жатырқап қалған екем да, бірақ екеуміз до конца төбелестік, бірақ не ретінде соған берді. 2002-ның декабрьде мен Сағатайға келдім. Ағай мені бір апта дайындады. Сөйтіп былтырғы аламаған поезда мен 2002 жылы Қарағанды қаласында алдым ғой. 3 чемпионмен төбелестім. Сол жарыста мысалы бірінші шыққан Намаджан Бабамухамедов, тәжік чемпионера кикбоксингтен, кикбоксинг өзі енді көш жоқ қой, мен күресіп жеңдім. Одан кейін Эмиль деген жігіт Қырғызстан, ол да кейін чемпионера болды Асеновтың турнирында. Одан кейін финалда шыққан Аманжол өмірінде бірінші рет қазақпен шықтым енді. Ол кезде екеуміз бір-бірімізді ұрмадық енді. Ол менде бұрыннан бар да, ол қазақпен төбелесу деген нәрсе менде сатымда жоқ. Олар чемпионер болды, Аллаға шүкір, қазақтың батырлары ғой. Бұл кітапта кезінде Израильдің әскері құрылған кезде бір қолдарына автомат, бір қолдарына осы Балакаламс шасси кітабын берген. Израильдан келген елші Қазақстанға келіп, біз Израильде Бауыржан Момышұлы атты мектеп ашты, сендерде бар ма дегенде біздің қазақты жолығып қалған екен. Сол кезде Бауыржан атамыздың атында мектеп болмаған. Үлкен тұлға, кезінде біз қырылып, жойылып, атылып, әбден еңсеміз түсіп, бітіп тұрған кезде Алла тағала Бауыржандай ұл сыйлап, бүкіл қазақтың рухын көтерген. Бұл үлкен ғалым бұл кісі. Батыр, қазақтың асыл текті азаматы, сондықтан осы кітапты Бауыржан атамыздың міндетті түрде оқу керек. 30 томдық кітабы бар. Ол сіздің үйде де, біздің үйде де, кәдімгі сөремізде тұру керек, кітап сөремізде. Өткенде басқа бір қалада жүрсем, бір жігіт темекі тартып тұр. Аты Бауыржан екен. Айналайын, атың кім десем, Бауыржан дейді. Айттым, ей шырағым, мынау не? Сен Бауыржан Момышұлын танисың ба? Танимын. Қазақтың батыры ғой. Сен мына атқа қалай кір келтіріп жүрсің, темекі тартып? Ұят емес па шырағым дедім. Ана бала ұялып темекі, яға дұрыс деп. Ешқашан мына атыңа кір келтіруші болма, айналайын шырағым. Сол нәрсені біз ескертіп, басынан бастап тәрбиеге көңіл бөлетін болсақ, қазақтың болашағы зор деген сөз. Таңертең 2 сағат күресем, кешке 2 сағат күресем, күн ішінде бір оятып жіберсе, тұра сап галитен тартатын оқтық бар менде. Кез келген ешкім шыға алмайды.